Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Достар, бүгін сіздерге осындай кереметтей тығыз әрі дәмді тұзды брынзаны қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Осыны жасап үйренсеңіздер, дүкеннен сатып алудың мүлде қажеті болмайды. Барлық керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Әрбір тілігінің өзі сондай дәмді, сондай керемет болып шығатын брынзаны сіз де жасап көріңіз. Брынза жасауда ең маңызды ингредиенттердің бірі говяжий пепсин, яғни бұл фермент кулинарлық қажеттіліктерді сататын дүкенде сатылады. Осылайша 2 грамм аламыз, яғни сізге қажетті сүттің мөлшеріне қарай. Менде 30 литр шикі сүт, осылайша шикі сүтті газымыздың үстіне қойып, бастапқы температурасынан 43 градусқа дейін көтеріп алатын боламыз. Мысалы, менде қазір 20-ның үстінде болатын болса, сәл қыздырып 43 градусқа дейін апарамыз. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай керек температураға жетті. Содан кейін газымыздан алып, ферментімізді қосып жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін бар жоғы 40 минут 1 сағаттай тыныштыққа қоятын болсаңыз, керекті консистенциямызға сүтіміз айналатын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 20 минуттың ішінде сүтіміз үйі бастады, бірақ бізге керекті консистенция бұл емес, сәл қатайғанын күтеміз, яғни 1 сағаттың болғанын. Мінекей менде 1 сағат өтті, сүтіміз жақсы консистенцияда ұйыды, енді оны сүзетін боламыз. Бізге брынзамызды сүзу үшін серпянка, яғни сүзгіш мата, содан кейін формаға келтіру үшін ящик қажет болады. Серпянкамызды алдын ала ылғалдап аламыз, осылайша ыңғайластырып алғаннан кейін брынзамызды құятын боламыз. Достар, маңызды жайт, осылайша құйған кезде ең алдымен қолдың күшімен барлық сывырткасын шығарып алуымыз қажет. Себебі, егерде шығармайтын болсаңыз, сіздің брынзаңыз қатаймайтын болады. Соны ескеріңіз. Мінекей барлық сывырткасын шығардық. 30 литр сүттен осындай ғана брынза шығады, яғни 30 литрден 3-3,5 келі брынза шығатын болады. Мінекей барлық сывырткасын шығардық, бірақ бұл бізге жеткіліксіз. Осылайша қатты болғаннан кейін ғана барып үстіне доска қойып, ауыр зат қоюыңыз керек болады. Мен 1 шелек суды пайдаландым. Осылайша шелектің астында, яғни пресстің астында 1 сағат және тұруы қажет. Достар, менде міне 1 сағат өтті. Ауыр затымызды үстінен алып, брынзамыздың түріне қарайтын болайық. Консистенциясы сондай керемет қатты болып, бір келкі формаға келді. Содан кейін барып серпянканың ішінен алып, керекті мөлшерлерімізбен кесіп алатын боламыз. Достар, естеріңізде болса, брынза тұзды өнім болып табылады. Оның тұзды болуы үшін бізге раствор қажет болады. Қарапайым 7 литр таза суға 500 грамм ас тұзын қосып араластырып алсаңыз, бізге керекті осылайша 12-13% раствор дайын болады. Осылайша дайын растворымызға бөлінген брынзаларымыздың бәрін салып орналастыратын боламыз. Егер де сізге қатты тұзды ұнайтын болса, 1 күн көлемінде тұра берсе болады. Ал егер аз тұздылықтағы брынза ұнайтын болса, 4-5 сағаттың ішінен кейін алып пайдалана берсеңіз әбден болады. Мінекей достар, барлық құпиясы осындай керемет брынзаны жасауда бар жоғы шикі сүт, фермент және тұз қажет болады. Сол кезде ең дәмді брынзаны сіз де жасай алатын боласыз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.